Саламатсыздар ма, балалар? Қазір қазақ тіл сабағы. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз су тіршілік көзі. Бірінші сабақта судың пайдасын өтеміз. Алдымен дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Открываем тетради, пишем сегодняшнее число. Сәуірдің 6-сы сынып жұмысы. Судың пайдасы. Енді жаңа сөздермен танысамыз. Көмектесші. Помоги, пожалуйста. Шөлдеді. Испытал жажду. Суару. Поливать. Бақша, огород. Жеміс-жидектер, фрукты и ягоды. Көкөністер, овощи. Осы жаңа сөздерді дәптерге жазып аламыз. Әрі қарай екінші тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырмада мәтінді оқыңдар. Қазір мен мәтінді оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Адам суға. Су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің. Маған көмектесші деді. Су, жарайды деді. Су адамға көмектесті. Су бақшаны суарады. Адам суға. Рахмет саған, су деді. Осы тапсырма бойынша орыс тілінде аудармасы бар. Оқып түсінеміз. Әрі қарай үшінші тапсырма айтылым. Суретті пайдаланып жауап бер. Адам не өсіреді? Бұл жерде бақша, жеміс-жидектер, көкөністер деген сөздерді пайдаланасыздар. Әрі қарай тапсырмамыз төртінші тапсырма жазылым. Төртінші тапсырманы дәптерге жазамыз. Яғни суреттің орнына сөз қойып, сөйлемді дәптерге жазамыз. Дәптерге жаза отырып, оны кері байланысқа жібереміз. Яғни мұғалімнің жеке чатына саласыздар. Үй жұмысы. 6-шы тапсырма 69-шы беттегі үй жұмысы. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Яғни тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, дәптерге жазамыз. Үй тапсырмасында мұғалімнің жеке чатына жібересіздер. Бүгінгі сабақ бойынша барлық жаттығулар жасалды. Сабаққа қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.